IPO деген не? Компаниялар биржаға қалай шығады? Initial Public Offering, IPO, акцияларды алғаш рет қор биржасында жариялы орналастыру. IPO кезінде компания акцияларын нарыққа шығарып, нәтижесінде кез келген инвестор әлде инвестициялық қор сатып ала алады. Акциялар биржаға орналастырылған соң инвесторлар өзара сата алады, және осыған қарай акциялар бағасы өсіп, түсуі мүмкін. Ең алдымен компаниялар неліктен IPO-ға шығады деген сұраққа жауап берейік. Қаржы тарту. IPO-ға шығудың ең басты себептерінің бірі компанияны әрі қарай дамыту үшін қосымша қаржы тарту. Абыройын арттыру. IPO арқылы компанияға көпшіліктің назары түседі, яғни компанияның танымалдылығы артады. Бұл өз кезегінде ұйымның абыройы өсуіне көмектесуі мүмкін. Корпоративті басқару мен ашықтық. Компания IPO-ға шыққан кезде қаржылай есепті уақытында өткізіп, жұмысын ашық жүргізу міндетін алады. Бұл корпоративті басқару мен ішкі операциялар ашық әрі түсінікті жүруіне себеп болады. IPO-ға шығуға көп ақша әрі уақыт кетуі мүмкін, бірақ акциялар биржаға сәтті орналасса, компания миллиондап, тіпті миллиардтап ақша табу мүмкіндігіне ие. Осыған дейін IPO жасап, көптеп ақша тапқан ұйымдар мысалын айта кетейін. Visa, General Motors, ICBC, Agricultural Bank of China, SoftBank, Alibaba Group, Saudi Aramco 29,4 миллиард доллар тартқан. Ал Қазақстанда да сәтті IPO-лар жеткілікті. Мысалы, халықтық IPO аясындағы шараларға назар аударайық. Халық IPO-ны 2012 жылы Қазтрансойл бастап берді. IPO кезінде 27,8 миллиард теңге тартқан еді. 2014 жылдың 18 желтоқсанында Кегок халықтық IPO бағдарламасы аясында акцияларын нарыққа шығарды. Нәтижесінде компания акциялары жалпы 13,1 миллиард теңгеге сатылды. 2018 жылы Самұрық-Қазына Қазатомөнеркәсіп IPO-сын өткізіп, 14,92% акциясын биржаға орналастырды. Бұл акциялардың 86%-ы Лондон қор биржасында, ал қалған 4-і AIX-те сатылады. Бір акциясы 4372,74 теңгеден бастап сатылды. Ал өсу бағамы 240,6% құрайды. 2022 жылы Қазмұнайгаз акциялары AIX және Каси биржаларында IPO өткізді. Акция сатып алуға түскен өтінімдер саны жағынан бұл Қазақстан тарихындағы ең ірі IPO. 129,9 мың өтінім келіп түсті, ал олардың 52,1% жеке тұлғаларға тиесілі. Акцияларын сатқысы келген компания жайдан-жай бірден биржаға өзі шыға алмайды. Ол үшін инвестициялық банк, заңгер, маркетолог және басқа да мамандықтар мен ұйымдар қатысатын көптеген кезеңдерден өтуі қажет. Компания бұдан былай жеке емес, жария компания болуға дайындалуы керек және нарық пен реттеуші ұйымдар қоятын талаптардан дер кезінде орындай алуға дайын болу шарт. IPO кезеңдері. Алдын ала дайындық кезеңі. Бұл кезде компания өз ішінде дайындалып, қажетті құжаттар, қаржылы есептер және аудит нәтижелерін жинайды. Андеррайтер жұмысы. Андеррайтер IPO-ның болашақ маркетинг жұмыстарын атқарып, биржа және компания арасында көпір болатын арнайы қаржы институты. Әрі қарай қадамдары да андеррайтермен ақылдасып жасалады. Листинг. Компания барлық талаптарға сәйкес келетінін тексерген соң бағалы қағаздарды орналастырады. Инвесторлар тарту. Андеррайтерлер роудшоу ұйымдастырып, компанияны көпшілікпен таныстырады. Баға анықтау және өтімдер жинау. Бағаны андеррайтер қояды, ал бағалар диапазоны бизнесті бағалау арқылы анықталады. Осыдан кейін өтінім кітабы ашылады. Сауда. Акциялар саудасы басталған кезде қағаздардың бағасы өсіп түсу мүмкін. Бұл нарықтағы сұраныс пен ұсыныс көлеміне байланысты болады. Қазақстандағы болашақ IPO-ларға қалай қатысады? IPO-ға қатысу үшін сізге ең алдымен брокерлік шот қажет. Брокерлік шотта акция сатып алуға жеткілікті қаражат болуы тиіс. Жусан қосымшасына кіріп, инвестициялар бөлімінде брокерлік шот ашасыз. Сосын басты бетте шотыңызды толтырыңыз. Жусан қосымшасынан бөлек басқа банктер реквизитімен де толтыруға болады. Жусан қосымшасы арқылы шот толтыру тез әрі ыңғайлы жүзеге асады. Жусан арқылы толтыру батырмасын таңдап, қажетті соманы жазып, аударуды басасыз. Аударымды растау үшін растау батырмасын басыңыз. Аударым қабылданды және ақша сіздің брокерлік шотқа 5 минут ішінде түседі. Бәрі оп-оңай. IPO туралы бүгінгі видео көңіліңізден шықты деп үміттенеміз. Сұрақтарыңыз болса, комментке жазыңыз. Біз қуана-қуана жауап береміз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.